Сұлтан Махмұд Торайғыров адасқан өмір. Мен жігіт 15-30 арасында, бұл жаста көп бересі аласымда. Алдымда толған мақсат толған таңдау, алайын мынасың ба, анасың ба. Жазғы гүлдей түрленіп толған түсім, көзім нұрлы, ақ меруерт бүтін түсім. Шашым қара сүмбілдей бойым түзу, сәуле шашып тұрады жастық пішін. Жалыны бойға симай сырттан көрініп, күн сайын тұрады артып қайрат күшін. Әр үміттің қиялы сәулеленіп, түн бой ұйқы бермес толқып үшін. Жүрегім жылқынады әлде қайда, сақтауға күші келмей іштегісін. Лепіріп, баг іздейді, жар іздейді, ол ғашық көрмесе де жардың түсін. Тәніме жаным симас іздеп кімді, кеудем қызып құрайды әбден мысым. Іздеймін, түсін әлі бір көргем жоқ, қандай түрде, қай жерде білемісің? Басқа бақыт табылмас деп ұқпаймын, соны табу ен менің керексім. Бір табармын, басқа бар қандай бақыт, таңдаймын салыстырып әрбірісін. Ұқпаймын қол жетпейтін бақыт бар деп, дүние жаралғандай менің үшін. Үміттімін, алдар деп және ұқпаймын, қайғалған жоқ жүректің бір бұрышы. Сол түрде тұратындай мәңгі өмірім, бақыттан бақыттаңдар жас көңілім. Жетпеймін деп білмеймін ешбіріне, мен үшін жоқ секілді кәрлік өлім. Асығыс жоқ, мен әлі жетем деймін, дәл бүгін жетпедім деу бекер деймін. Сондай бақыт табуға мен әуелі, сондай бейнет һәм еңбек етем деймін. Еңбек қып мен іздейтін бақыт қандай, бүгін мен ұйықтағам жоқ таңдай-таңдай. Бай болу, әкім болу, алғыс атақ, ойланылады бәрі де бірі қалмай. Ғашық болу, ақ ерке сұлу тауып, еріп тұрған бір мен деп жүрек ауып, жанына жаным қосып өмір сүріп, айды күндей өткізу құрып сауық. Ең басында көрінді байлық оңды, басқасына даярлық жолды. Әкімшілік, сұлу жар, алғыс атақ, бәрі сатылар, тек байлық болса болды. Жоқ, әкім болу неге ақы беріп, бермеген күні кетсе халық жеріп. Ақыл есі, жан есі бола тұра, жансыздың арқасымен күтім көріп. Крыловтың баснядағы есегіндей, үстімде алтын болғанды қылып желік. Данышпан ел көркейтер ерім осы, деп таңдап қоймаған соң халық сеніп. Қандай байлық шыдайды тойғызуға, анау топты тімтінген күнде келіп, кісі деп ақылдайтпас есектемей, жүргенді құр байлықпен қатар еніп. Итедім, байлық мені кісі қыл деп, адамның несі адам болған жерік. Мен адам болғандықтан өзі қызығып, бақыт дәулет жүрмеген соңыма еріп. Несі бақыт, сүймейтін бір сұлуды, сатып алып, өзімді жүрсем теліп, құшақта сүй деп зорлау көріп отырып, ататындай көздерін берілсерік. Несі бақыт, сол байлық қылмаған соң, сұлу бір сүйетіндей жүрек еріп, байлықпен медресе школ салсам, нашарларды оқытып алғыс алсам. Жақсы деген атағым жұртқа шығар, жихан кессем кәрілікте қажыға барсам. Жоқ, байымас бұл күнде адал еңбек, біреу байыса, біреулер кедейленбек. Кім тез байыса қолын ағып, кім кедей болса, соның малы келмек. Несі бақыт, алдап тартып алып, өз малын қайта өзіне қайтып бермек. Көз жасы бейшараның маңдай тері, жиылып байтпай-ақ қойсын мені. Мал бітеме, адамды малдай қылмай, малдан басқа көрмейтін дәненені. Бейне бір жаралғандай мал жимаққа, адалдықтан ардан без дамыл таппа. Мал сен үшін жаралмай, сен мал үшін, жасағандай өмір сүр, осы бақпа. Құл болмаған бай барма осы күнде, малды жиып мақсатын ұмытпаққа.
Өгіздей ең маяда шөпке тойып, тамақ көптеп қайғының бәрін жойып, артық жеп, артық семіріп бақыт сол деп, жүрейін бе басқа ойдың бәрін қойып. Несі қызық байлықтың, несі бақыт, байлықпен алмаған соң бақыт сатып, бақыт тауып беретін істі қумай, неге мен өткізейін оған уақыт. Өйткені мен қалмаспын аштан өліп, суырда жүр ін қазып күнін көріп. Қарын тоққа қанағат құлатығын, мен емес, тәнім тірі, жаным өлік. Ірі мақсат болмаса ұсақ іске, неге мен алданайын уақыт бөліп. Мұны ойлап байлық жақтан көңілім безді, онан бақыт таппасын жүрек сезді. Әкімшілік бақыт деп жұрт айтады, осы қалай екен деп ойым кезді. Адам тобын еркіме жүргізуге, бәріне өкімдігім білгізуге. Мен өзіңдей сүйгізіп бәріне де, бір мен үшін жылатып күлгізуге. Мақсаты бір-біріне қайшы топты, бауырғып тату өмір сүргізуге. Зорлаусыз әр ойдағы сонша жанға, не бұйрық қылсам соны сүйгізуге. Бүйтуге әкім болсам келем әлім, ешбір әл бүйте алмасы көптен мәлім. Басқадан өзін артық сүймейтұғын, ешбіреу жоқ байқасам жанның бәрін. Әрбір жан дүниеге өзін кіндік, қылмақшы табылар ма мұнан бірлік. Үміт ету ақмақтық менің үшін, еркін құрбан қылар деп бәрі бірігіп. Әркімнің өз аузына қолы жақын, бір законнен өзіме еркі мақұл. Бәрінің де келеді мен болғысы, оны күшпен жеңемдеу бола мақыл. Күн көзіндей баршаға бұл ортақ жан, пайда алу керек мұның ақылынан. Ел пайдасын табуға өзгемізден артығырақ ақылы, зейіні бар. Деп билеткен ел барма кемеңгерге, түрме бар, дарағаш бар онда ерге. Өмірдің бұл түрінде ешбір әкім мүмкін емес әділдік қылу елге. Себебі тастап әкім бола алмайды, байлар мен молдалардың сөзін жерге. Күшті таптың ыңғайын қылмасқа жоқ, мүбәд әкім болсам егер менде. Бір сағатта қылама мені әкім, болса бастасам мен күші кемге. Әкім деген күштіге шоқпар деген, зорлығын істегенде күшсіздерге. Байлардың көңілін тауып басты пұлғып, дінге, әдетке басым дейіп шұлғып, бір-екі тасы болған надандардың түкке тұрмас қыртылын тыңдап мүлгіп. Бұлай болса әкімдік билеу болмай, азат басты беру ғой қолдан құлғып. Кімде түйме көп болса тілін алып, оларға пальто беріп, галош салып. Ісін түзу болса да ол шытынса, кешу сұрап алдына шұлғып барып, не айтса да таптыныз құп тақсырлап, біліміне тұрғансып мейірін қанып. Кекесе сөкседағы саңырау болып, ішіңнен тұрсаңдағы ызаланып. Өз көңіліңнің қалауын бір қыла алмай, закон не айтады деп тұра қалып. Әкім болсам осындай қорлықтардың басыма келетіні айдан анық. Мұны ойлап әкімдіктен көңілім суып, өмірде болман дедім оған жуық. Кетсем енді қайтеді деп ойладым, даңқ атақ алатұғын істі қуып. Атымды дүние таныр шежіре ұмытпас, атақты істер қалса менен туып. Алдымда сансыз әскер басын иіп, көкпенбек қару асынып, темір киіп. Көркімен көз тартатын талай шахар, бір әмір беруімен болса күйіп. Қолдату, аста тұлпар үстімшенді, тұрмайды омыраума медаль сыйып. Солайша Шыңғыс хан мен Бонапарттай атағым жұрт көзінде болса биік. Қанды көзім болсына қанға тоймас, болса егер тоймастықпен басын жоймас. Бұл іспен бүгін менің жолым болса, күні ертен басым жолда қалмай қоймас. Мұндай бақыт баянсыз көшпеске жоқ, бұл істен бақытсыздық өспеске жоқ. Найзаның күші менен жанған бақыт, бір кезде найзы ұшында өшпеске жоқ.
Көп күндер көп тістейді, көп тістемек, адамзаттың ақылы күндіз демек. Ақылдың өскен сайын айтатыны жоқ құлдық, жоқ төрелік, жоқ күш демек. Тағы да көп тістеуге күндер өтпек, папа мен ферғауыннан қадір кетпек. Өзі үшін тап өзінен басқа құдай, жоғына әр адамның көзі жетпек. Кешегі ізін сүйген Николайды бүгін бәрі жиылып басқа теппек. Кеше бәрі түнеген әулиенің бүгін кеп төбесіне дәрет етпек. Вильгельм кеше айтты деп отқа түссе, бүгін оны қуалап тентіретпек. Ертең бейттей сықпай ма халық мені, қышытсам бүгін сорып қанын ептеп. Кім қарсы тұралады бұл ағынға, өмір түрі барады солай беттеп. Соқырлығы кімде-кім болса солдат, жыртқыш қылар аздырып олар далдап. Жыртқыштығы емес пе, төр айтты деп, көрген жерде бір-бірін қанға малмақ. Адамдыққа сияма кісі өлтіріп, батыр деген ат тауып медаль алмақ. Солдаттықтан не пайда солар үшін, бейнет көрмек, не өлмек шаруа қалмақ. Кәрі әкесі, шешесі күн көре алмас, жас бала, жас қатыны үйде зарлап. Керек жарақ бәрі де қымбаттанар, соғыстың шығындарын елге салмақ. Мұқтаждық халдерінен пайдалуға, бір жақтан сәудегерлер салар қармақ. Соғыс болса жауғандай көктен алтын, капиталист байларға әдей арнап. Бас көтерер еркегі соғыста боп, шаруа істелмей кедейлер мұқтажданбақ. Көктен жауып тұрғаннан оңай жолмен байларға сол мұқтаждың малы бармақ. Дүниеде сонша зиян болар меді, бар кедей солдаттықтан бессе қарғап. Тоқтаса да не жалданып, не алданып, айт десе ит секілді барып жармақ. Шын дұспаны солдат бол деген кісі, екенін алыс емес білуг аңдап. Жаралмаған екенін қырмақ үшін, әкімнің не айтқанын қылмақ үшін. Ақыл ой адамдықтан мүлде безіп, бас кесер машина боп тұрмақ үшін. Байлармен үкіметке шоқпар болып, жүргенін өз-өздерін ұрмақ үшін. Ұғуы алыс емес солдаттардың екенін менің дағы сезеді ішім. Солдат шығу болып жүр халық жаққа, бұлдағы бергендігі бір белгісін. Мұны ойлап әскерліктен көңілім суып, тағы да болман дедім оған жуық. Кетсем енді қайтеді деп ойладым, жұрт алғыс айтатығын істі қуып. Сыр тапсам дүниеден ашылмаған, әл адамға білініп шашылмаған. Тапқан сырым көркетсе адам өмірін, алғыс айтып кім емес басын маған. Зерттесе де адамға білмейтін ғып, дүние ешбір сырын жасырмаған. Дауа тапсам, дене ауру көрмес болса, қартайып тозбай адам өлмес болса. Қиынды оңай қылар жолын тапсам, жұмыстан адам бейнет көрмес болса. Керегін жер арадан оңай алып, ертең қайтем деп көңілің бөлмес болса. Күн бұрын келтірмейтін жолын тапсам, шаруаны түрлі апаттар жеңбес болса. Мысалы, мал қыратын түрлі аурудан себеп тапсам, еш зиян келмес болса. Суық, ыстық, сусыздық құрбанына ешқандай жан иесін бермес болса. Ашылмаған сыр тауып менің де атым Эдисон Луи Пастерға теңдес болса. Бірақ бүгін ғылымның тапқандары пайдасын көрсеткен жоқ кедейгі әлі. Азусыз қасқырларға азу болып, қой хәлін ауырлатты онан әрі. Бұрын көл болса, енді теңіз болды, өнердің арқасында адам қаны. Бұл қалыпта бере алмас ғылым пайда, бере алмаса қарғыс бар, алғыс қайда. Сен міне доктор болдың терең оқып, нашарға пайда етуге осы жайда. Біраздан соң білесің, кедей оңбас, оларға бұл жайында емін қонбас. Орын, тамақ, киімі жақсы болмай, құр дәрімен оларды жазып болмас. Өзі кедей, тап дедің, тапсың қайдан, жұмыс сұрап жүргенде анау байдан. Бұлай болса алатын жалуния кедейге көпшілікке тиген пайдаң. Әртүрлі оқу жұрттың бізге мәлім, еңбекші салар асырар қинап жанын.
Пайдасын чиновниктер байлар көрер, жылда кедей ол үшін тартса далым. Таң қаламын кедейге оқы дейді, оқуға келтірместік қылып хәлін, атақты чиновниктің баласынан аз көрдім стипендия артылғанын. Бұлай болса сондағы үйретуші сорысқан боп табылар кедей қанын. Пайде түге агроном болсаң тағы, болысын кедейге сор байдың бағы. Құр сенің ғылымыңмен түзелеме, саймансыз кедейлердің шаруа жағы. Сен тап деген сайманды қайдан табар, денсаулығы сорлының сенген малы. Бұлай болса құртекке жалуни алып, оларға масыл болып өттің дағы. Бір күнгі бақытсыздық дүние толған, нақаққан, нақақ көз жас дария болған. Нақақ өмір еркімен ер жет алмай, жеміссіз құмға түскен гүлдей солған. Ғылым жоқтан дүниені бұлар жайлап, отырма адамзаттың соры қайнап. Жер анада жететін тамақ жоқтан, отырма адам бірін бірі шайнап. Не жерден тамақ тауып алатындай, ғылым жоқтық отырма бақты байлап. Жоқ жерде тамақ табар жететұғын, жалуния орысша еңбек ақы. Ғалымда бар алатын оны сайлап. Жер сараң, адам надам болғандығы, тіпті емес бақсыздыққа тұрған айдап. Жоқтығы жақындық әділдіктің, адамды сорлы қылған бақсыз байлап. Сондықтан адам біткен ертең әлі, бас иіп әділдікке келер бәрі. Нат сонның айтқанындай жауыз жолмен, жүре алмай дымы құрыр онан әрі. Талған күш, ауырған жан, қиналған тән, дертіне жақындықты етер дәрі. Әділдік қызметкері болғандарға алғысты сол күнде айтар баршалары. Ендеше мен жапсам негізге, әділдікке бар негіз бақта күште. Қарғаймын әділдіктен басқа жолды, өңім тұрсын кірмесін түнде түске. Ғайсаны адам аузы қарғай алмас, өз өлсе де ауыздан атық алмас. Неғұрлым ай мен күндер өткен сайын, ғайса тірі алғыс жоқ оған бармас. Қолыма сол ғайсаның туын алсам, әділдік, жақындық деп айғай салсам. Атым тірі қалмайма өлген менде, ісім сөнбес, мен сөніп көрге барсам. Адамды күн көрістің өзі қосып, жақындату әне тұр алдан тосып, сондықтан еділдікті, жақындықты кім жатырқап, бой тартар жат деп шошып. Сол уақытты тездетуге қылмақ қызмет, бақ іздеген адамға парыз міндет. Жоғалсын бұл сенікі менікілік, осы ғой адамзатты қырған індет. Бар адам жерден тамақ алмақ үшін, жиылып бірге күшін салмақ үшін, бірі еңбек қып, бірі оны жатып жемей, теп-тегіс бұл жұмысқа бармақ үшін. Кәрі демей, жас демей, күшсіз демей, олжадан бірдей пайда алмақ үшін, әкіммін, әулиемін, әскермін деп, бір-бірін жейтін сылтау қалмақ үшін. Әділдік, ұлт деген сөз, дін деген сөз, залымның жем болмауға қармақ үшін. Істелер мұнан бұлай менің ісім, жұмсалсын сол ниетке барлық күшім. Мен ғашықпын көруге әділдікті, тегіс қылып көркейген өмір түсін. Ол өмірде бірде-бір алдау болмас, жағынып ардақшаға жалдау болмас. Ешкімнен достық таппай қастық көріп, бар адамды сайтан деп қарғау болмас. Қара күштен жеңіліп, қайғы басып, өлгісі кеп өмірден зарлау болмас. Адамдағы жан, қуат, тапқыш талант, гүл шашпай жеміс бермей қалмау болмас. Әркімнің қандай іске таланты бар, өмірін күшін соған салмау болмас. Жаратылыстан керегін әрбір адам еңбегімен алуға бармау болмас. Әкіммін, құдайшылмын, әскермін деп, еңбексіз еңбекшіні жалмау болмас. Көре біле ақынды жегізбесең, бай сені қызметіне алмау болмас. Аштан өлу не байға арзан тұру, амалсыз бірін соңын таңдау болмас. Не көрілік, не бір апат келген күні, көшеде қайыршы боп сарнау болмас. Бір тілім нан алуға байды мақтап, жалынып тұс-тұсынан аңдау болмас. Дене азыққа тойудан жан дер жетер, өмірді бұл күнгідей аңдау болмас.
Жан ержетіп дүниенің сырын табар, өмірде мақсат жоқ деп барлау болмас. Таудай үміт һәм талап орындалар, еш еңбек бұл күнгідей жанбау болмас. Жұмысқа кем көзбенен қарау болмас, жұмыс қылу қорлық деп санау болмас. Жұмысшылық құлға хас, біз мырза деп, еңбекшінің еккенін талау болмас. Мен аз деймін көруге осы өмірді, келіңдер, бақ іздеуші болсаң жолдас. Ойласам дүниеде қанша жан бар, адам бар, ағаш шөп бар, мал мен аң бар, жанды жансыз нәрсенің бәрі дағы әр себептің жемісі байқасандар. Мал болмақ, майбыл болмақ, адам болмақ, қасқыр болмақ, құс болып ұшып қонбақ. Сол болғандар болмаған өздігінен болғызған еріксіз бір себеп қолдап. Адамға бұл себептің көбі мәлім, біледі салған сайын мидың әлін. Себебін біле-біле бір кездерде жаратуға бек мүмкін қолдан бәрін. Себепті жараталар адам қолдан, жері осы хайуандардан артық болған. Себепті жараталу арқасында адамзат еңбегінен егін орған. Ормаса өнер ғалым қайдан шықты, бұл күнгі тіршілікке болған қорған. Себебін білгендіктен буды көлік, қалып адам отыр ғой пайда көріп. Аспанда құстай ұшып, суда жүзіп, өмірі бұрынғыдан тапты көрік. Себеп жеміс әділдік адалдықта, себеп жеміс залымдық арамдықта. Бұлай болса бек мүмкін адамзатты әділ ғып үйір қылмау жамандыққа. Тумыстағы мінезді ешкім жембес, адамды әділ қылу қолдан келмес. Түзете жаратылыс өзі түзер деген сөзге сондықтан көңілім сенбес. Себебін жаратса да адам адал бола алмайды деген сөз құлаққа енбес. Себеп жоқ адам ұлы жаратпайтын, және де еш нәрсе жоқ себепкер емес. Келіңдер сол себепті жаратуға, жаратып ап өмірге таратуға. Адам ұлы дүниеге жіберілген себепті бағындырып қаратуға. Құрметті менің көрермендерім, сіздер Сұлтан Махмұд Торайғыровтың «Адасқан өмір» поэмасынан алынған «Мен жігіт» атты үзіндіні тыңдадыңыздар.